Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жұмсақ әрі дәмді кекс жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен жұмыртқа, қаймақ, сұйық май, ұн, қант қажет болады. Ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, үстіне қаймақты салып, одан кейін қантты және сұйық майды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне шым тұз салып, ұнның үстіне кішкене қопсытқыш салып араластырамыз. Және ыдысқа ұнды салып, әбден араластырамыз. Алдын ала пешті 180 градуста қыздырып қоямыз. Арнайы формаларды дайындап, үстіне дайын болған сұйық қамырды салып, қызып тұрған пешке жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Өте дәмді, керемет. Шайға жасап үйдегілерге ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шықты. Оңай әрі үйдегі бар қажетті заттардан дайындалады. Көріп тұрғандарыңыздай міне дайын болды. Өте дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.